Қайырлы кеш, құрметті жазылушылар. Бүгін мен сіздерге RoboForex брокерінде қалай сауда жасауға болатынын, жалпы өзіңізге ұнайтын кез келген брокерде сауда жүргізу жолдарын айтып беремін. Бірақ бұл видеода мен нақты RoboForex брокері туралы көрсететін боламын. Неге дәл RoboForex? Өйткені мен бұл брокерде көптен бері сауда жасап жүрмін және өзіме ұнайды. Сонымен ең алдымен, егер сіздің жеке аккаунтыңыз болмаса, оны ашуыңыз керек, яғни шот ашу қажет. Сол үшін RoboForex сайтына кіреміз немесе төменге түсеңіз болады. Менде сипаттамада сілтеме болады. Сол жерде ресми сайттың сілтемесі көрсетілген. Сондықтан мен сіздерге телефон арқылы нақты көрсетемін. Біз осындай жасыл түсті тікбұрышты Open an account таңдаймыз да кіреміз. Сәйкесінше бізде қосымша мәзір ашылады. Сол жерде өз деректерімізді енгізуіміз керек. Жоғарғы жағында бұл сіздің қолданыстағы имейліңіз. First name бұл сіздің атыңыз, last name сіздің тегіңіз. Одан кейін сәйкесінше өзіңіздің қолданыстағы ұялы телефоныңызды енгізесіз. Және I have the partner's card деген бөлім бар. Яғни, егер сізді серіктес шақырса, сол серіктестің кодын осы жерге жазасыз. Егер сізде серіктес болмаса, менің серіктестік кодымды енгізесіз. Бұл сізге осы брокерде қосымша сауда ашуға мүмкіндік береді. Менің серіктестік кодым осылай көрінеді. Мен шот ашпаймын, себебі менде қазірдің өзінде кабинет бар. Сондықтан мен қазір өз кабинетіме кіріп, әрі қарай не істеу керектігін көрсетемін. Сонымен барлық қажетті деректерді енгізгеннен кейін, сіздің поштаңызға SMS хабарлама келуі керек. Сол жерде сіз тіркеуді растауыңыз қажет. Сондықтан поштаға өтіп, тіркеуді растаймыз, және тіркеуді растағаннан кейін сіз RoboForex сайтына өтесіз. Ең алдымен сіз верификациядан өтуіңіз керек. Ол үшін сол жоғарғы бұрыштағы мәзірге кіруіңіз керек. Бізде осындай көк баған пайда болады. Профильді таңдап, Verification бөлімін таңдаймыз. Сонымен сіз жаңа мәзірге өтесіз. Менде мұнда бәрі верификациядан өтіп қойдым. Сізге тек қана имейлді растау керек. Одан кейін сізге паспорт арқылы растау болады. Жалпы, қажет құжаттардың бәрі растау тізімінде көрсетіледі. Өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз. Соңғы верификация бұл сіздің тіркелген мекен жайыңыз болады. Яғни, сіз өзіңіздің тіркелген мекен жайыңызды растайсыз. Верификация мақұлданғаннан кейін сіз шот ашуыңыз керек. Сол жақтағы мәзірге қайта өтіп, көк баған ашылады. Аккаунт бөлімін таңдап, жоғарғы жолды Real Account таңдаймыз. Одан әрі сізге нақты шот, демошот немесе мұнда көрсетілген басқа да қажетті нұсқаларды ашу ұсынылады. Сондықтан мен нақты шотты қалай ашу керектігін көрсетемін. Біз MetaTrader 4-ті таңдаймыз. Ол бәріне бұрыннан таныс, әрі онда бәрі өте қарапайым. Сондықтан MetaTrader 4-ке өтеміз, таңдаймыз. Келесі қадам аккаунт түрі. Мұнда бәрі сіз қандай шот ашатыныңызға байланысты. Не долларлық шот ашасыз, не центтік шот ашасыз. Егер, мысалы, сіздің бюджетіңіз $1000 дейін немесе $2000 дейін болса, онда сіз центтік шот ашасыз. Сондықтан менің мысалымда бәрі центтік шотта көрсетілген. Сол себепті мен 4%-ін таңдаймын. Келесі қадам долларды, еуроны немесе алтынды таңдау. Мен сәйкесінше долларды таңдаймын. Келесі қадам. Leverage бұл кредиттік иық. 1000-ға 1. Төменде сіз өзіңізге құпия сөз ойлап тауып, оны растауыңыз керек, шот ашу үшін. Сізде бөлік логин және бөлік құпия сөз болады. Сонымен достар, біз сіздермен бірге RoboForex-те тіркелдік, верификациядан өттік, сондай-ақ нақты шот аштық. Енді алғашқы сауда жасау үшін бізге белгілі бір сома енгізу керек. Сонда ғана сауданы бастай аламыз. Сондықтан мұнда сауданы бастау үшін жоғарыдан funds және deposit funds, яғни шотты толықтыруды таңдаймыз. Мен iPhone-да көрсететін боламын. Ол үшін сізге App Store-ға кіру керек. Сонымен App Store-ға кіріп, MetaTrader деп жазамыз. MetaTrader 4. Міне ол осылай көрінеді. Сонымен MetaTrader 4-ке кіреміз. Мұнда бізде демошот ашу немесе бар шотты қосу нұсқалары бар. Сәйкесінше бар шотты қосу дегенді таңдаймыз, және қай брокерді қолдансаңыз, сол брокердің атын осы жолға жазамыз. Мен RoboForex деп жазамын.
Сондай-ақ қай шот ашқаныңызды ұмытпаңыз. Егер сіз центтік шот ашсаңыз, онда RoboForex Procent'ті табамыз. Ал егер долларлық шот болса, онда RoboForex әкімді таңдаймыз. Келесі қадамда бізден логин енгізу сұралады. Бұл сіздің шотыңыздың нөмірі және пароль, яғни шот ашқанда ойлап тапқан құпия сөзіңіз. Кіру батырмасын басамыз. Біз кірдік. Төменгі жағында жұмыс панелі бар. Бастайық алдымен котировкалардан. Котировкаларда мүмкін валюталық жұптар көрсетілген. Егер бірдеңе жетіспесе, кез келген жұпты қоса аласыз. Ол үшін жоғары оң жақтан плюс белгісін таңдау керек. Егер бұл Forex болса, Forex бөліміне кіріп, ұсынылған тізімнен жасыл плюсиктерді таңдайсыз. Дайын батырмасын басамыз. Егер бірдеңе ұнамаса, не болмаса бір жұпты өшіргіңіз келсе, сол сияқты, бірақ бұл жолы сол жақ жоғарғы бұрыштағы қарындашты басып, жұптарды таңдап, өшіру батырмасын басасыз. Енді котировкаларға қайта ораламыз. Кез келгенін таңдайық. Мысалы, евро-долларды таңдайық. Таңдап осы жерден чартты, графикті таңдаймыз. Бізде график ашылады. Мұнда негізгі не көреміз? Жоғарғы сол жақта назар аударсаңыз бір деп тұр. Бұл таймфрейм. Біз минуттықтан бастап айлыққа дейінгі таймфреймді таңдай аламыз. Егер графиктегі жағдайды кеңірек, яғни глобалды түрде қарағымыз келсе, ұзақ мерзімді таймфреймді басамыз. Ал егер неғұрлым жақын аралықтағы қозғалысты көргіміз келсе, сәйкесінше қысқа таймфреймді таңдаймыз, мысалы 15. Келіңіздер, мысалы 1 немесе сағаттықты таңдайық. Әрі қарай, егер жоғарғы панельге қарасаңыз, бірінші тұрғаны плюс белгісі. Плюс белгісі жай ғана қарап шығуға мүмкіндік береді. Мысалы, қай жерге стоп-лосс қою керек екенін шамамен көргіңіз келсе, плюсикті басып, мәнін қарайсыз. Алып тастаймыз. Одан әрі оңға бассақ, индикаторлар мәзіріне өтеміз. Қалаған кез келген индикаторды таңдай аламыз. Мысалы, кез келгенін қояйық, сонда ол төменгі жақта пайда болады. Егер сізге қандай да бір индикатор ұнамаса, осы жерге қайта кіріп, солға сырғытып өшіре аласыз. Одан әрі бізде графиктерге кез келген фигураны салуға болатын панель бар. Тіпті кез келген объектіні де қосуға болады. Түзу сызықтар сызуға болады. Сондай-ақ қайта оралып пис сызықтарда сызуға болады. Толығымен қалағаныңша, және осы мәзірге қайта оралып өшіруге де болады. Енді бірге мәміле ашып көрейік. Жоғарғы оң жақтан сауда дегенді таңдаймыз. Бізде жаңа терезе ашылады. Екі тіпбұрышты көреміз. Sell by market және buy by market бар. Sell by market бұл сату позициясын, яғни шортқа, төменге қоямыз, ал buy by market сәйкесінше сатып алу позициясын, яғни график жоғарыға. Әдепкі бойынша нарықтық орындау тұр. Яғни, егер біз ашатын болсақ, мұнда да лот көлемін таңдаймыз. Мысал ретінде бір лот және sell by market таңдайық. Яғни, бізде нарықтық орындау тұрғандықтан, біз дәл осы сәтте, кейінге қалдырылған ордерсіз аштық. Мәмілені қай жерде ашқанымызды көру үшін төменгі жағынан сауда бөліміне өтеміз, сонда мәмілені көреміз. Егер осы мәмілені бір рет бассақ, оның ақпаратын көреміз. Бірақ бізде мұнда take profitте, стоп-лосста қойылмағандықтан, бұларды орнату үшін мәмілені солға қарай сырғытып, қарындаш белгісін таңдаймыз. Міне, осында бізде алдыңғыға ұқсас терезе ашылады. Тек мұнда стоп-лосс пен take profitті көреміз. Келіңіздер, тағы бір рет қайтып осы жерге кіріп көрейік. Міне, дәл осы жоғарғы жақтағы плюсикті таңдап, мәнін білейік. Келіңіздер, стоп-лосс қояйық. Мен оны хайдан кейін 1.0529-ға қоямын. Тағы да сауда бөліміне өтіп, солға сырғытып, қарындаш белгісін таңдаймыз. Жоғалтуды тоқтату. Сонымен бізде 1.059 болып тұр. Өзгерту дегенді басамыз. Енді қарайық, take profitті қай жерге қоямыз.
take profitті мысалы білмеймін, міне осы жерге қояйық. Осы жерде ортасында 1049 деп қояйық. Саудаға өтеміз, солға сырғытамыз. 1,1049. Өзгерту дегенді басамыз. Барлығы. Сәйкесінше бізде take profit пен stop loss қойылған. Тексеру үшін бір рет мәмілені басамыз. Сол жақта міне барлық мәндер жазылғанын көресіз. Сондай-ақ біз графикке шығып, мұның бәрін графикте де белгілей аламыз. Ол үшін біз stop loss мәнін есте сақтаймыз. Мысалы 1,1059. Графикке өтеміз. Егер сізге керек болса, осылай оңай белгілей аласыз. Енді күтудегі тапсырысты ашып, баға белгілеріне көшейік. Айталы, бұл еврокарт болады. Сол сияқты таңдаймыз, чартты таңдаймыз. Бізде график ашылады. Иә, күндік графикке қарайық. Күндік графикте қарайық. Мәндерді түсіну үшін плюсикті таңдаймыз. Менің ойымша, осы мәндерде, міне, осында, иә, осында 1,517. Сауда бөлімін таңдаймыз. Жоғарыда нарықтық орындауды sell лимитке ауыстырамыз. Яғни 1,517 бағасында отложенный ордер қоямыз да орнатамыз. Енді қараймыз. Төмендегі сауда панеліне өтеміз. Бізде еврокат бойынша бір лотпен 1,517 бағасында отложенный ордер тұрғанын көреміз. Сол сияқты, солға қарай свайп жасап, өзгертіп, алдын ала stop loss пен take profitтерді де қоя аламыз, бұған дейінгі мысалдағыдай. Ал төменгі панелде оңға жылжысақ, тариф бөлімін көреміз. Мұнда бізде ашық жалпы күнге, аптаға, айға жасалған мәмілелер тарихы көрсетіледі. Сәйкесінше кез келген кезеңді таңдай аламыз. Онда меніңше 3 айға дейінгі мерзім беріледі. Енді мәмілені қалай жабуға болатынын көрсетейін. Ол үшін солға қарай свайп жасап, яғни қайтадан сауда бөліміне өтіп, осы валюталық жұп бойынша солға қарай свайп жасап, төмендегі ең сол жақтағы белгішені таңдайсыз. Иә, бізде құс белгі және көрсету керек. Біз $15 жөндей аламыз. Барлығы бекітеміз. Жарайды. Осылайша мен сіздерге Forex нарығында RoboForex брокері арқылы және біздің ұялы телефонымыз бен MetaTrader 4 қосымшасы арқылы қалай сауда жасауға болатынын көрсеттім. Арнаға жазылыңыздар. Мұнда әлі талай пайдалы әрі қызықты ақпарат болады.